Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 106 сабақты қарастырамыз. Пайыздың не екенін, оның қалай белгіленетінін білеміз. Келесі бірінші есепке назар аударайық. Қалдықпен бөлуді орында. Қалдықтарды өз суретімен орналастыр. Сонда сен тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым қалай аталатынын білетін боласың. Яғни 95-ті 3-ке бөлсек 31, 2 қалдық қалады екен. 104-ті 5-ке бөлсек 24 қалдық қалады екен. 925-ті 100-ге бөлсек 9, 25 қалдық қалады. 55-ті 7-ге бөлсек 7, 6 қалдық қалады. 705-ті 7-ге бөлсек 100, 5 қалдық қалады. 368-ті 10-ға бөлсек 36, 8 қалдық қалады. 249-ті 2-ге бөлсек 124, 1 қалдық қалады. 25.047-ні 100-ге бөлсек 250, 47 қалдық қалады. Енді осы қалдықтарды өз суретімен орналастырайық. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 25, 47. Яғни экология деген сөз шықты. Тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым экология деп аталады екен. Есімізге сақтап алайық. Бөлшектің көмегімен екі натурал санды бөлу нәтижесін көрсетуге болады. Бөлшектің бөлімі n, бүтіннің теңде қанша бөлікке бөлінгенін, ал бөлшектің алымы m, осындай неше бөлік алынғанын көрсетеді. Алымы мен бөлімін бөліп тұратын сызық бөлшек сызығы деп аталады. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз дейді. Бірінші фигура 12 бөлікке бөлінген. 12-ден 3 бөлігі боялған. Екінші фигура 24 бөлікке бөлінген. 24-ден 6 бөлігі боялған. Үшінші фигура 3 бөлікке бөлінген. 3-ден 1 бөлігі боялған. Төртінші фигура 8 бөлікке бөлінген. 8-ден 5 бөлігі боялған екен. Келесі осы екінші есептің әсіне назар аударайық. Бөлінгені бөлшек түрінде жаз дейді. 6 бөлу 8. Бұл жерде бөлшек сызығы арқылы жазамыз. 6 алымына жазылады, 8 бөліміне жазылады. 12 бөлу 25. 12 алымына жазылады, 25 бөліміне жазылады. 7 бөлу 90. 7 алымына жазылады, 90 бөліміне жазылады. 1 бөлу 100. 1 алымына жазылады, 100 бөліміне жазылады. 4 бөлу 100. 4 алымына жазылады, ал 100 бөліміне жазылады екен. Есімізге сақтап алайық. 100-ден 1 үлес өзінің айрықша арнайы пайыз атауына ие болады. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелетін шаманың немесе санның бөлігі екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Пайыз белгісін пайдаланып, бөлшектерді пайыз түрінде жаз дейді. Яғни 100-ден 4 бөлшегі 4 пайызды құрайды. 100-ден 25 бөлшегі 25 пайызды құрайды. 100-ден 38 бөлшегі 38 пайызды құрайды. 100-ден 59 бөлшегі 59 пайызды құрайды екен. Келесі осы үшінші есептің әсіне назар аударайық. Пайыздарды бөлшек түрінде жаз дейді. 18 пайыз, 58 пайыз, 76 пайыз және 99 пайыз. 18 пайызды 100-ден 18, 58 пайызды 100-ден 58, 76 пайызды 100-ден 76, 99 пайызды 100-ден 99 бөлшек түрінде жазады екенбіз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Диаграммаға қара дейді. Мұндағы қоршаған ортаны ластау көздерінің көрсеткіштерін бөлшек түрінде жаз дейді. Яғни металлургия өндірісі 100-ден 46 пайызды құрайды екен. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 100-ден 4 пайызды құрайды екен. Химия өндірісі 100-ден 27 пайызды құрайды екен. Ауыл шаруашылық өндіріс 100-ден 7 пайызды құрайды екен. Ағаш өңдеу өнеркәсібі 100-ден 9 пайызды құрайды екен. Өндіруші өнеркәсіп
3% құрайды екен, ал басқалары 4% құрайды екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Шамалар кестесіне қара. Үлгі бойынша пайыздың көмегімен жаз дейді. 1 сантиметр 1 метрдің 1% екен. 1 метрде 100 сантиметр бар. 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 1 центнерде 100 килограмм. Яғни 1 сантиметр 100-ден 1 метрге тең екен. 1 миллиметр 100-ден 1 дециметрге тең екен. 1 килограмм 100-ден 1 центнерге тең екен. Демек, 1 миллиметр 1 дециметрдің 1%, 1 килограмм 1 центнердің 1%-на тең екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Арақашықтығы 125 километр болатын екі қаладан бір уақытта екі автобус бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қарай жолға шықты. Бірінің жылдамдығы 80 км сағат, екіншісінің жылдамдығы 75 км сағат. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болды? Алдымен есептің жоспарын құрып алайық. Екі қаланың арақашықтығы 125 км. Оны біз S1 деп белгілейік. Бірінші автобустың жылдамдығы сағатына 80 км екен. Екінші автобустың жылдамдығы сағатына 75 км. Уақыт белгілі 4 сағат. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады дейді. Яғни, олар екі қаладан шыққаннан кейінгі жүріп өткен жолын табамыз. S2 деп қояйық оны, және жалпы арақашықтықты табамыз. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін екі автобустың жылдамдығын қосамыз. Яғни 80 км сағатқа 75 км сағатты қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 155 км сағатқа тең болады. Енді екі қаладан шыққаннан кейінгі екеуінің жүріп өткен жолдарын, яғни арақашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 155 км сағатты 4 сағатқа көбейтеміз. Сонда 620 км болады. Енді 4 сағатта олардың арақашықтығы қанша болғанын табу үшін екі қаладан екі бағытқа шыққаннан кейінгі арақашықтыққа екі қаланың арақашықтығын қосамыз. Яғни 620 километрге 125 километрді қосамыз. Сонда 745 километр болады. Яғни 4 сағаттан кейін екі автобустың арақашықтығы 745 километр болған екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. 7-ші есептің астына назар аударамыз. Суретке қара, әр түстегі торкөздер санын пайызбен жаз дейді. Яғни көк түсті торкөз 100-ден 31 екен. Оны пайызбен жазатын болса 31%. Сары түсті торкөз 100-ден 11 екен. Оны пайызбен жазатын болса 11%. Қара түсті торкөз 100-ден 4 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 4%. Ақ түсті торкөз 100-ден 54 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 54% екен. Енді осы 7-ші есептің әсіне назар аударайық. Шаршының 10-10 торкөз өлшемімен бейнеле. 3 түстен тұратын өз өрнегіңді сал. Жолдасыңа тапсырмаңды ұсын дейді. Яғни бұл жерде біз 10-10 торкөз шаршыны алдық. Оған құлпынайды бейнеледік. 3 түспен қызыл, қара және жасыл түспен. Яғни қызыл түс 100-ден 18 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 18%. Жасыл түс 100-ден 11 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 11%. Ал қара түс 100-ден 5 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 5%. Ал ақ түс 100-ден 66 екен. Оны пайызбен жазатын болсақ 66% екен. Яғни сіздерде осылай 3 түрлі түспен өз өрнектеріңізді салып, жолдастарыңызға тапсырманы ұсынып көріңіздер. Келесі 8-ші есепке назар аударайық.
тапсырманы орында дейді. Серік велосипед тепкенді ұнатады. Бұл экологиялық таза көлік. Велотұрақтарда ол коды бар құлыпты пайдаланады. Ол мынадай есеп құрастырды. Құлып 3, 2 және 4 сандардың көмегімен ашылады. Бұл 400-ден үлкен тақ сан екендігі белгілі. Осы санды ата дейді. Яғни 400 санынан үлкен тақ сан ол 423 саны екен. Келесі 9-шы есепке назар аударамыз. Тапсырманы орында дейді. Яғни 9-шы есептің астына назар аударайық. Бөлшектің көмегімен жаз дейді. Яғни 1 сағатта 60 минут бар. Ендеше 1 сағаттың 60-тан 1 бөлігі 1 минутты білдіреді. Ал 1 сағаттың 60-тан 25 бөлігі 25 минутты білдіреді. 1 сағаттың 60-тан 59 бөлігі 59 минутты білдіреді екен. Енді осы 9-шы есептің әсіне назар аударайық. Пайыз түрінде жаз дейді. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 9 сантиметр 1 метрдің қандай бөлігін құрайды дейді. Яғни 1 метрде 100 сантиметр бар. 1 сантиметр 1 метрдің 100-ден 1 бөлігін құрайды. Яғни 1 пайызды. 2 сантиметр 1 метрдің 100-ден 2 бөлігін құрайды. Яғни 2 пайыз. 9 сантиметр 1 метрдің 100-ден 9 бөлігін құрайды. Яғни 9 пайызды. Келесі 1 килограмм, 25 килограмм, 87 килограмм 1 центнердің қандай бөлігін құрайды дейді. Яғни 1 центнерде 100 килограмм бар. 1 килограмм 1 центнердің 100-ден 1 бөлігін. Яғни 1 пайызды құрайды. 25 килограмм 1 центнердің 100-ден 25 бөлігін құрайды. Яғни 25 пайызын. 87 килограмм 1 центнердің 100-ден 87 бөлігін құрайды. Яғни 87 пайызын құрайды. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.